Қайырлы кеш баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен отбасымды таңғалдырған өте дәмді әрі ерекше кешкі астың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз осы тағамның нанын жасап алатын боламыз. Бізге қажетті жылы су, тұз, қант және бір жұмыртқа және қаймақ қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымыз бен қантымыз жақсылап араласып болғаннан кейін ашытқы қосамыз. Менде свежий дрожь, сіздер кез келген құрғақ ашытқыны қоссаңыздар болады. Және ашытқымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала елеп алған ұнымызды қосып, шетінен осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қоса отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырды елеп болған соң бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Барлық ингредиенттерін төменге описание бөліміне қалдыратын боламыз. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді қамырымыз көтерілгенше біз начинкасын, яғни подливасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып қыздырып аламыз. Алдымен осылай пиязымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қызара бастаған кезде үстіне сарымсақты қосып, екеуін жақсылап қуырамыз. Сол кезде тамағымыз өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте томатты қосамыз және де етті кубиктап турап қосып, жақсылап суы тартылғанша қуырамыз. Етімізді жақсылап қуырып суы тартыла бастаған кезде сәбіз бен болгар бұрышын қосып, тағы да жақсылап қуырамыз. Құрметті келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте картопты салып қуырамыз. Картоптарыңыз кішкене қызыл түске енгенше жақсылап қуырыңыздар. Тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Мен үстіне кішкене қызанақ және қызыл болгар бұрышын қостым. Өте дәмді болып шығады. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосуды ұмытпаңыздар. Тұз бен бұрышымызды қосқаннан кейін тағы да барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, баяу отқа етіміз жұмсарғанша қоямыз. Осы кезде қамырымыз көтеріліп шықты. Енді көтерілген қамырымызды ыдыстан алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Маған осы тағамның әсіресе осы наны қатты ұнады. Жұмсақтығына, дәмділігіне сөз жоқ. Отбасыма да өте қатты ұнады. Енді жиі жасайтын боламын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осы қамырды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Енді сол бірнеше бөлікке бөліп алған қамырларымызды кішкене етіп домалақтап, ыдысқа салып, бетін жауып, кішкене көтерілгенше қоямыз. Өте ерекше әрі дәмді тағам. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Және де құрметті келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы шыққан жаңа видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей подливамыз да дайын. Үстіне 2-3 лавр жапырағын салдым. Өте керемет дәм береді. Енді жаңағы қамырларымызды осы подливамыздың бетіне орналастырамыз. Қамырларымызды жақсылап орналастырып болғаннан кейін 1 литр шамасында су құямыз. Яғни осы қамырымыз батып тұратындай етіп су құямыз. Және қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Және де қақпағын жауып, орташа отта 40-45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей осымен кешкі асымыз дайын. Енді осыны жақсы тарелкаға орналастырып, бетіне подливасын құйып, дайындайтын боламыз. Дайын болған ерекше әрі тойымды асымызды дастарханға ұсына берсек болады. Енді мен осы тағамды жиі жасайтын боламын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.